Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерменен кандюбе тамағын бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен қамырды илеп дайындап қойдым. 200 мл суға бір жұмыртқаны салып, тұз салып, жақсылап қамырымды илеп алдым. Илеп болған соң қамыр тынып, июі қанғанша мен подливын жасап аламын. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерменен өте қызықты, дәмді тағамдардың рецепттеріменен бөлісетін боламын. Енді подливке бізге картоп, сәбіз, пияз, ет және тәтті бұрыш қажет болады. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, қуырып аламыз. Етімізді біршама қуырып алған соң, оның үстінен пиязымызды қосып қуырамыз. Пиязымызды өлтіріп қуырып алып, арнайы туралған сәбізді үстінен саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай томатымызды салып, 5 минуттай тағы қозғап қуырып аламыз. Артынан тәтті бұрышымызбенен картопымызды салып, картопты көметіндей етіп су құямыз. Қазанымызға суымызды құйып, енді бұл қайнап, ішіндегі масалықтарымыз піскенше біз қамырымызды жайып, дайындап келеміз. Қамырымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Мен қамырымды ортасынан видеода көріп тұрғандай бөліп алдым. Себебі менің қамырым үлкен болып жайылғандықтан ортадан бөлуге тура келді. Ораған кезде өте қалың болып кетпеу үшін осылай бөлдім. Сіздер енді өздеріңіздің қамырыңыздың жағдайына қарай жасайсыздар оны. Осылай кесіп алған соң, жақсылап майлап, май жағып шықтым. Қамырдың арасына сәбізді үпкіштен өткізіп, көкөністермен араластырып салуға да болады, бірақ мен бүгінгі жағдайда ештеңе салмастан қамырды осылай орап алуды жөн көрдім, себебі балалықтың дәмін татқым келді. Екі жақты да осылай орап алып, ыңғайлап, осындай бөлшектерге барлығын бөліп алдым. Кесіп алған қамырларымды пісіп тұрған қазандағы масалығыма ақырындап орналастырып шығамын. Ешқандай да жабысып қалмайды, осылай барлығын орналастырып, үстіне қоя бересіз. Жабыспайды. Бетіне осылай шығып тұру керек, судың астында қалып та қоймау керек. Барлығын орналастырып, қақпағын жауып 45 минутқа демдеп қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай міне пісіп шықты. Арнайы тарелкаға салып, дастарханға тарту етеміз. Ас болсын. Достар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментариймен қолдап кетіңіздер. Сіздерге қызықты рецепттермен алдағы уақытта тағы да бөлісетін боламын.